Түркістандық археологтар қала маңында қазба жұмыстары барысында осыдан 10 ғасыр бұрын салынған монша мен оның кәріз құбырын топырақтан аршып алды. Бұл жәдігерлердің сол кезеңге тиесілі екенін құбыр жанынан табылған монета айғақтап отыр. Тарихи орын бүгінде Шойтөбе деген атпен танымал, ал ол 8 және 10 ғасырларда Шауғар қалашығы деп аталып, Түркістан аймағының орталығы болған жер. Қайта қалпына келтірілген моншаның қабырғасы күйдірілген кірпіштен соғылған. Бірнеше бөлмеден тұрады. Көлемі де аса үлкен емес. Археологтар соған қарап, оның сарай ғимаратының ішінде орналасу мүмкін деген болжам айтып отыр. Сохранились от этой бани остатки таких ванн. Ең қызығы монша ішіндегі су құюға арналған астаулар сол күйі сақталған. Олар ылғал өткізбейтін қаныштан істелген. Қазба жұмысы кезінде осындай 4 астауды аршып алдық. Олар бірінен екіншісіне су ағып түсетіндей сатылап орналасқан. Кәріз жүйесі осылардың ең соңғысының түбіне жалғаныпты. Моншаны қазу кезінде табылған шайынды су жүйесінің әзірге 20 метр жері аршылды. Ол 2 тармақ болып жерге көмілген. Құбырдың өн бойына минералды тас секілді қақ тұрып қалған. Одан сынамалар алынып, химиялық сараптамаға жіберілді. Ғалымдар Ұлы Жібек жолы бойындағы бұл қоныста жұрт 14 ғасырға дейін тіршілік еткенін айғақтап отыр. Кейіннен іргедегі яссы гүлденіп, халық сонда қоныс аударады. Қазір ежелгі мекеннің 15 гектар жері мемлекеттік қорғау алынған. Қазір тұрған жеріміз бұл қаланың рабады деп есептеледі. Яғни шаруашылық бөлімі. Негізінде моншалар сондай нәрселер көбінесе сол рабатта салынатын. Ұзақ жылғы үзілістен соң Шауғардағы археологиялық жұмыстар биыл ғана жанданды. Қалашықтың тарихын зерделеу жұмысы алдағы 3 жыл бойына жалғасады. Түркістан қаласынан Ақмарал Көпжасарова, Нұрлан Нұрбеков, Нұржігіт Барпиев, Тұран Ньюс.